Қазір Каспийден барлық ақшаны шығарып тастап, нөлмен баратын боламыз. Миллионның жобасында бұл дейтін совсем аз ақша. Я честно заработанный өзім еңбегіммен тамағым. Білім жағына отырамыз, әңгіме дүкен, осылардың басшыларымын. Ассалаумалейкум, біздер енді бисмилля деп бастап жатырмыз. Ақтауға сапарымызды қазір Каспийден барлық ақшаны шығарып тастап, нөлмен баратын боламыз, иншалла. Мой банк. Міне ақшамыз 493 мың. Соны қазір перевод жасаймын. На клиентім Тимур деген ассистентім бар. Сол кісіге полностью жүріп тастаймын. 19. Міне Тимурға 400 мың кетті. Енді қалған ақшамды әйеліме жүріп тастаймын. Все. Қазір. Мой банк. Все, 0. Ақтауға жеткенде бір ретте Ақтаудың таксистері аэропорттың қалаға вообще бесплатно ешкімді алып кетпейді. Сондықтан қазір аэропортта Ақтаудың адамдарымен танысып, сол жерден бізді алып кетіңізші по пути деп келісетін боламыз. Кеттік. Поэтому если будет возможность, 2 места, я с оператором. Да? Да? Этот номер телефона или Инстаграм. Все, рахмет, Теги, тогда я наберу, да, в аэропорту? На связи. Все, рахмет. Короче, пока 50 на 50, жігіттер, Ақтаудың жігіттері орын болса алып кетеді еще. Флайерстан авиакомпаниясының Airbus 320. Ақтауға кеттік, бисмилля деп. Флайерстанға соңғы билетімізді алып, және де ақшаның барлығын таратып, енді аэропортта 4-5 адамдармен сөйлестім. Көреміз қалай болатын. Бізді орын болса, оларда машиналарында бізді по пути алып кетеді қалаға дейін. Бізге қазір қалаға дейін жетіп алу керек, иншалла, ең бастысы. Көреміз енді. Ё-моё, ыстық екен. Ыстық, керемет ыстық. Готово. Күн ыстығы жылытады екен адам, действительно. Рахмет. Рахмет, Алла разы болсын. Ақтаудың жігіттері бізді аэропорттан жаңағыдай достарын күтіп отыр болсын, бізді де жеткізіп. Енді сондай біз енді не күн көрісі да 0 ақшадан жоқ. Қазір мендері халал слайстыр. Сонымен барып тамақты бір пиццаны болдать істеміз. Давайте. О, керемет. Короче, міне Ақтау қаласында сразу аэропорттан түсе сала халал слайс. Так что, құрметті достар, халал слайсқа келіңіздер. Бұл жерде управляющий сондай кең жүрек бізге дейтін екі бүгін сок беретін болды. Астрономиялық тандырнанымыз бар, сонымен бірге жейтін боламыз да. Мына екі точка дейсіз, біреу мына жерде, біреу қаланың ішіне шығартып жүр да. Проблема, қандай проблемалар вообще бизнесте бар сізде? Сезонный проблема. Жоқ, то есть бірсе болады, бірсе болмайды деген сияқты. Местный блогерлерді бір нәрселер таптырасыз ба? Маркетингпен айналысатын өзінің адамдар бар да. Сіздер оған қатыстарыңыз жоқ да. Енді олардан сіз требовать етпейсіздер, то что мұнда клиент аз, неге клиенттерді нагонять етпейсіздер деп. Все. Сіз то есть просто зарплатта отырсыз да? Мен ойладым, управляющий деп сіздің бизнесіңіз шығар деп мынау. Все. Сізге просто айлық и проценттен бермейді. Процент беріп мотивация қылдырса, сауданы көтер десе, онда басқаша жұмыстар едіңіз да. Түсіндім, мен сіз владелец шығар деп, сіздің бизнеске владелец ретінде көмектесейін дегенім ғой.
сондай ниетпен. Все. Онда мен өзім инстаграмда және де ютуб каналымда именно халал слайс туралы біріншіден Ақтауға келіп осы жерге келіңіздер деген сияқты реклама өзімнен атынан кішігірім болады. Все. Сен су бола ма дейсің да? Бір түрлі екен дұрыс сұраған. Я андай беремін жоғарыда. Да. Все, Алла разы болсын, рахмет сізге. Тамақ жедіңдер ма, пицца могу еще? Вау, бізде тандыр нан бар еді, соны жейміз деп отыр еді. Мә, керемет, рахмет, Алла разы болсын. Осындай жандар көп болсын. Прикол сөз. Иә, вообще сөзім жетпей жатыр, енді қалаға келдік. Жаңа қалай жетеміз деп Астана аэропортынан адамдармен сөйлесіп, кейбір адамдар жабық, кейбір адамдар ашық. Енді ашық адамдар өздері жеткізіп беріп жатыр. Міне көріп отырсыз, тәтті су беріп жатыр, даже пицца да беріп жатыр бізге. Мә, кәдімгі сіз күшті қуандыңыз бізді. Алла разы болсын, рахмет сізге. Рахмет көп. Рахмет. Представляете, жігіттер, мә. Оказывается, ақшасыз басқа қалада өмір сүруге де болады екен. Просто ең бастысы сөйлеп біріп, дұрыс бір көмектеріңізді тигіздіріп білу керексіздер. Вау, мынаны қараңыздар. Так. Ну, мен завтрагым и обедом. Честно заработанная пицца. Я честно заработанный, өзім еңбегіммен тамағым. Керемет. Күшті, вообще. Я біздер дейтін Лямур дейтін ресторанға келіп қалдық. Ол жердегі администратор бізге су беріп, және де бесплатный Wi-Fi берді. Сол бесплатный Wi-Fi мен Ақтауда ақтаулықтарға арнаған видеоны жіберіп қойдық. Атыраулықтар видеоны күтіңіздер. Және де мендерге біздің інчектеріміз келді. Мирас және де Мәлік бізді стористен көріп, бізде ол жерге келіп, суын алып, ол жерге қазір бізге тамақтандырып, пицца, тағы да бір нәрселер алып жатыр. Осы жігіттермен ары қарай Ақтауды аралайтын боламыз, иншалла. Так, не айтсам екен. Қандай тілек, лебіз деген сияқты, иә. Бұл проект Танысаң, қалай танисың, қайдан танисың? Ал танығанда мен сізді танимын. Сізді сол инстаграмнан, мен және ты бар видеосынан, соның оператор, сол кезден бастап подписка істегем. Сол сериал ұнап. Сізді сол А-продакшн несімізсіз ба, да? основатель. Сол арқылы білдім, жалпы. Қандай продакшн? А-продакшн ба, А тұрады алдында. Трипл A. Сол, Мирас. Мирас перекрываться, давай. Құлсары. Маңғаз мекен Құлсары. Короче, сіздердің алдарыңызда теңізі, бұл Каспий теңіз. Неліктен теңіз атады? Өйткені көлемі бойынша үлкен. Негізі көл ғой негізінде, бірақ үлкен болғандықтан бұны теңіз деді. Және де бұның суы тұзды да. Сондықтан бұны Каспийский море деп атады. Бұл жерде енді адамдар көріп отырғанда демалып жатыр, пляж жақсы, туристерге мықты, именно сулары спокойный, сондай волналарда спокойный. Семьямен, бала-шағамен суға түсем десеңіздер, осы Каспийский теңізге Турция емес, осы өзіміздің қазақтың жерінде келіп күшті суға түсуге болады. Және де терең бой жоқ жерге жету үшін ұзақ жүру керек. Ал теңіз дейтін осы, міне, көріп жатсыздар атмосфераны да, қандай керемет. Бұл Каспийский біздің теңізімізде қызыл кітапқа енгізілген тюлендер де жүреді екен. Осындай керемет. Бұл жерде біз местныйдың жүретін жеріндеміз. Местный туса. Местный туса, я. Қазір Ақтауға келіп, теңізге түспей қалсақ, ұят болады да, сондықтан біз теңізге түсеміз. Кеттік, кесет.
Құрметті достар, біздер Ақтау қаласында Скальная тропа деген жерге келдік. Мына жерге схемасы бар, жазылған. Кеттік, бізбен бірге көресіздер. Скальная тропаның жалпы ұзындығы 1,5 километр дейді. Көрейік, жүріп көрейік. 1,5 километр деген что-то Астананың 1-2 көшесі ғой дейсің. Мына жақта действительно Анталия не сияқты қамыр сіздер нанға түсіріп жатсыздар да? Иә, қамыр кукуруза мындай балық шығады. Кішкентай балықтар ма? Хорошо, просто үйде бар. Ал андай құрт болса, онда үлкен балықтар ұстауға да? Құрт дегенде теңіздің құрты бар. Теңіздің құрты, иә. А негізі қандай балықтар теңіздің құртына алуға болады? Сол кефаль, мен білетін балық. О, размерлері қандай? Сазан сияқты ма, әлде қандай? Кефаль да кәдімгі. Сазан дегенде не? Осындай балық кәдімгі не. Иә. Да? Ал тікендері көп па олардың? Жоқ, қылқан жоқ. Жоқ, қылқан жоқ па? Жақсы, жақсы. Күшті балық, мынада қылқан көп. Я кәдімгі сияқты. Балықшылар көп па жалпы мында Ақтауда? Балық көп, просто сезон бітіп жатыр уже. Сезон бітіп жатыр ма? Мен, в общем, негізінде кәсіпкермін ғой өзім. Солай ма? 7 жыл Air Astana дейтін компания бар ғой. Сол жерде жұмыс жасаймын. Грузчиктен басталып, начальник сменаға дейін өсірем. Сосын 7 жыл жұмыс жасаймын да, Астанаға кетемін жұмысқа, ауысып Air Astaнамен. Air Astaнамен ауысып кетемін ғой сөйтіп, Астанаға. Содан что-то не то да, бір нәрсе жасағым келеді. Астанадағы үлкен ЖК әдемі осындай үйлер болады. Солардың мусорларын шығаратын клиника компания ашам. Сосын жаңағыда неше түрлі мындай зимний шиналарды хранить ететін склад жасаймын. Сөйтіп жүріп гүлмен айналысам оптовый. Сосын Қытайдан А4 қағаздар аламын да Қазақстанға қоям. Сонымен сөйтіп жүремін да. Иә, сосын жұмыстан шығам, мен бизнеспен айналысам деп жұмыстан увольнять етемін да. Сосын айтамын, маған білім керек, жетіспейді деймін да. Аламын 2 айға семьямды тастаймын да, бала шағамды тастап, Москваға бизнес оқуға кетемін. Москвада 2 ай боламын, сосын Америкадан білім алып келемін. Сөйтіп келемін да, жаңағыдай білім барлығын өзім компанияға құймаймын ба. Сөйтіп бір айдың обороты менде 15 миллион выручка болатын еді, ол мезгілде 15 миллионнан 99 миллионға көтеремін да выручкасын. Білімнің арқасы. Иә. Сөйтіп көтеріп, сол компания полностью упаковать етемін да, өзім долемді сатып жүремін. И сол бос жүремін. Как раз Астананың, Алматының кәсіпкерлері маған хабарласа бастайды. Қалай сен бір айда осылай жасадың? И бөлісе бастаймын информациямен. Сонымен продюсер болып кеттім аяқ асты дейсің. Иә, сөйтіп продюсер болып, продакшн ашып. Ақтау күшті ылғалды болып тұр, жаңбыр жауып тұр. Жаңбыр жауған жақсы ғой. Жаңбырда тілеген дұға тілектер қабыл болады демекші. Иншалла. Жолымыз болсын. Ақтауда Төгес бар екен, сол Төгестен 28-ші А дейтін микрорайонға бара жатырмыз. Енді бізді көріп, естіп, бауырымыз келіп қалып жатыр, Айбар деген Атырау қаласынан. Соны Атыраудан келіп Ақтауға. Арғарай бізді Атырауға дейін қастарында жүремін. Барлық региондарды аралап шығамын деп ниеттеніп келіп отыр. Алла разы болсын, Айбар. Ал құрметті достар, біздер Ақтау қаласынан Жаңаөзенге бара жатырмыз. Жаңаөзендіктер, бізді күтіңіздер. Біздер енді жаңа Қарағайлы дейтін жерден өттік қой. Ол жердің бір өзінің керемет историясы бар екен негізінде. Осыдан бір ғасыр бұрын адайлар мен түркмен халқысы жаңағыдай соғыс болған сол жерде. Адай мен түркмендер соғыс жасап. Жалпы бұл жерге адайлар келіп қыстап кететін еді. Соның Мыңқыстау деген де негізінде. Маңғыстауды бұрын Мыңқыстау деп атаған екен. Сөйтіп
маңғыстап жүрген мезгілде қазақтар мен түркмен арасында, қазақтар емес, адай мен түркмендердің арасында дау болып, сол жерде соғыс болып, соның арқасында енді біздер мына Маңғыстау деп қазір үлкен облысымыз бар да. Енді бұл вообще не ғой да? Нефтегазовый месторождение Жетібай деп аталады да. Мұнай шығарады бұл жерде да? Жетібай мұнайшы жарнама дейтін аккаунт бар екен Жетібайда. Солар подписаться етті. Өкінішке орай Жетібайға соға алмадық, өйткені біздің план бойынша 14 күннің ішінде определенный қала мен региондарды аралап шығу керек та, план бойынша. Сондықтан егерде Жетібайға қалып қойсақ, онда ары қарай Жаңаөзен бейнеуге үлгере алмай қаламыз деп. Сондықтан құрметті жетібайлықтар, ренжімеңіздер, келесіде обязательно келетін боламыз. Ассалаумағалейкум жігіттер. Астана қаласынан бауырлар келіп жатыр екен, проект Zero проектінің, соларға қош келдіңіздер дейміз. Және де өзеннен жалынды сәлем. Ура! Все, рахмет жігіттер. Өзеннен чемпионат Азия болады, Кикушинкай каратэ. Да? Қашан болады? Все, сәттілік сіздерге, да. Ассалаумағалейкум құрметті достар, Жаңаөзеннің мықты жігіттерінен. Все. Біраз салада сіздерге кеңес беретін, былай айтқанда жаңа бір бастаманы бастап жатқан жаңа жобаның авторы Асқат Сабиров дейтін азамат жігіт. Бүгін бізде Жаңаөзен қаласында қонақта. Қазір ары қарай жұмыс барысында көресіздер, бұл жігіттің не айтатын, не қоятын және қандай мақсатпен келген өздеріңіз көретін боласыздар. Және де тағы да қайталап айтамын, кеше Асқатпен кездесем, Асқат келсе айтшы деп жатқан адамдарға осы тікелей эфирді арнайы түсіріп жатырмын. Асқат тек қана бір өз алдына тұлға емес, бұл бизнес саласында да көптеген жас кәсіпкерлерге кеңес бере алатын деңгейдегі үлкен кәсіпкер. Сол үшін кәсіп жайында, даму жайында сұрақтарыңыз болса, осы алаңға келіңіздер. Біз сіздерді осы алаңда Асқатпен бірге күтетін боламыз. Кеттік. Тағы да қош келдіңіздер. Рахмет. Неге алаңнан бастадыңыз қалаға? Потому что көп, мұнда да бауырларым бар ғой. Бауырларым бар, айтады, осы алаңда қаншама уақыт бері концерт еш нәрсе болмаған дейді, соған мен бір жағынан енді қаңтар айынан бастап келесі жылы тур жасағымыз келеді да, Қазақстан бойынша. Сол мезгілде осы Жаңаөзенге де келеміз, планымыз бар, график бойынша. Сол жерге келіп, осы алаңында бір концерт қойып кетсек деген ниетіміз бар да даже. Малый бизнес осы тренд басталды ғой, 2012-де орын қателеспесем. Сол кезде көбейді бізде. Жаңағы жан-жақты бағытталып, мысалы бизнес-молодость басталды. Бизнес-молодость. Шоңбай, Аяз, Шабудин. Пока там вы думаете, типа, блин, а где взять деньги, там, типа, это много, дорого и так далее, вы увидели, что люди вообще-то делают офигенные результаты. Например, продажи услуг. Смотрите. Карго, логистика. Асхат Сабиров из Казахстана сделал, сейчас, вот результат во время скорости 579 тысяч в месяц, а всего 1 400 000. 1 400 000. Бәрінен өтіп шықты, бүкіл сатысынан өзендіктер. Содан кейін қыраннан бәрі мобилограф болып кетті өтсе. Мысалы, жан-жақты қамтылды да. Керемет, бізде білім алуға жақсы, кәдімгі бұлтты ғой өзендіктер. Керемет. Алдын бір ескерткендеріңізде? Біздерде аяқ астынан солай кетіп, кеше ақтаулықтарда үлгере алмай жатыр көбі. Біз көбі кетіп қалдық Жаңаөзенге. Сол ақтаулықтарда бізде жаңа кеше стойсен көп бір-екі кәсіпкер жазып еді, біреу Турцияда закуп жасап жүр. Осында түрік тілінде кездесу керек еді осы кісілермен де айтып жатыр. Зато сізбен үлгердік кездесуге. Рахмет. Сізге де рахмет. Бөліп осылай келіп жатыр қолдарыңызға. Сіздерде идея болса, тың идея болса, қаланы көріп жатсыздар ғой. Первое впечатление дейді ғой, ең бірінші көзқараста қандай өзгерістер керек, қалай ойлайсыз, қандай кәсіптер, бізде көп екен қандай кәсіптер, өзге, қалай ойлайсыз? Жоқ, менің ойымша, ол мынандай нәрсе қазір қаламен танысып, содан кейін бас суғаннан кейін барып, ол уже ойландық та, қалаға мынау жетпейді екен. Қалаға міне енді жыл жаңа келді, алаңнан бастадық, қаланы толық көріп үлгерген жоқ. Сол алаңға апарып көрсеттік, бір-екі әңгімеміз айттық та, сол сізге алып қоятедік қой. Керемет.
қазір бизнес бастау кәсіпкерлік орталыққа барып, ақиқат дейтін бауырымызбен танысып, өте ашық адамдар, именно Жаңаөзеннің кәсібіне үлес қосуға ашық адамдар екен. Сондықтан ол кісілермен танысып, иншалла, ал қарайда осы Жаңаөзенге Ақтау немесе бір идеялар болса, қабылдауда екен. Кеттік. істеріңіз оңынан тола берсін. Амин, амин. Тек биіктерден көріне беріңіз. Тек Қазақстанды тек жақсы жағынан көрсете беріңіз деймін. Амин. Қанайға да сәлем айтыңыз. Обязательно, көресіздер ертең. Қанайды көреміз өзіміз. Қанайды. Тыңдап жүріңіздер обязательно. Рахмет, танысқаны қуаныштымын. Мына Жаңаөзен екінші микрорайон ғой, да? Екінші микрорайон апаларымызбен, мамаларымызбен отырмыз, осы жерде ауылдың атмосферасын беріп, енді Жаңаөзенге де келіп қалдық, әңгіме айтып, бір-бірлерімен күшті, керемет. Мұнда енді қалада мұндай көрініс көрмейміз, шынымен де. Сол үшін сізге де сұрақ, не үшін бұлай отырасыздар, әңгіме айтасыздар, сосын тағы да қандай қызық нәрселер болып жатады ауылда? Үй ыстық болып, есік алдына шығып, әңгіме айтып, да? Енді бір 5-6 кемпір осылай шығып отырамыз ғой. Біз түсірді уже. Сәлематсыз ба, қалыңыз қалай? О, десеңіз. Қыра дейді, местный авторитет, да? Екінші микрорайонның? Авторитетный әйел болмыш. Қыра берген. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Қалыңыз қалай? Біздер енді мына YouTube проект жүргізіп жатырмыз. Жаңағыдай батыс қазақстандық 14 күнде аралап жүрміз. Сол именно енді бәрі теңізді түсіреді, үлкен үйлер түсіреді. Біздер именно ауылдың атмосферасын түсіргіміз келді. Ауылдың адаммен сөйлесіп, жаңағыдай қалай бәрі болып жатыр, жақсы ма? Осы отырып отырған әжелеріміздің өзі отырысы да күшті деп әңгіме айтайық деп, сөйтіп танысып жатқан. Күйеуімнің апасы камераға сәлем еткен. Сондаймен танысып, сіздермен осы жерден де қырау деп бәрі шақырып жатыр сізді. Мен дубурдың өсекшісімін ғой. Соған енді бізге Налардың басшыларымын. Жақсы. Мен қазір тұрын десем бәрі тұрып кетеді. Жақсы. Біздерге сол енді бір-екі сөз айтып жүрсеңіз, қалай ауылда өмір сүрген, қалай? Ауыл болған күшті, керемет. Қайсыда қарайын, қарайын. Күшті ауыл деген біздің Жаңаөзен деген керемет. Мынау Шұғыла шағын ауданы, 23-б деген дом. Мына кісілер міне күн жағына отырамыз, әңгіме дүкен. Осылардың басшыларымын. Керемет, жақсы. Керемет болды ма? Сәлем Бізге енді сәлемдеме жолдап жүрсеңіз. Қайда? Қазақстанға, мына камераға. Қазақстанға жалынды сәлем. Қазақстанның барлық елді мекендеріне, ауылға, қалаға. Мен қасыма жұмыс қалып Жұмыс қалап шығармыз да, қырады. Ассалаумағалейкум, тағы да құрметті достар. Біздер Жаңаөзен қаласында Руслан дейтін ағамыздың үйіне келдік. Бұл кісінің керемет ұлдары бар екен. Жұмабай және де Абдурасул. Екеуі де жаңағыдай именно мына Жұмабайдың жетістігі осы жақын арада Қазақстаннан біздің қазақтың жерін қорғап, мемлекет жаңағыдай әлем чемпионаты Муайтайдан бронза алып келді. Құттықтаймыз. Машалла, керемет. Осындай жігіттер елімізде көп болсын. Мына бронзасы керемет. Малайзия елінде өткен, сол жерде тағы турнир болды, Гранд Слам деген. Ол да әлемдік деңгейде, ол жерден күміс алды. Керемет. Мына бронзаны, получается, 72 мемлекет болды. 600 спортшының ішінен 3-ші орын алу. Бұл деген үлкен ерлік. Сондықтан қолдау көрсетіп қояйық.
Жаңаөзенде легендарный Жақаудың студиясына келдік. Жаке, құлай қарай. Жаке, студияңыз құтты болсын. Тек жақсы дүниелер шықсын, иншалла. Амин. Студиядан. Алла амандық берсін. Смерть Жақау. Енді бұл сол менің өзімді шабыттандырған нелер ғой, альбомдар ғой кейде. Осылай бір естелікке құрмет бабында алып қойған. Бірақ енді мына шалдарды танимын дегенше мына екеуін ең бірінші танып қойған екенмін. Осылардың әнін тыңдадық қой. Сосын мыналар келді ғой. Кезекке. Жақсы, Жаңаөзен керемет ұнап жатыр. Иә. Мен қазір осы бүгін именно Жаңаөзенді басқа көзқараспен көрдім. Басқа жағынан көрдім. Басқа жағынан. Алхамдулилля. Кәдімгі жігіттері андай айғайлықтай батыр, кішіпейіл, қонақ жайлы өте. Аяғымды жерге бастырмай жігіттердің барлығы жиналып. Әлі план ертең жүрмейін деп жатыр. Қалу керек сияқты сізге. Рахмет, Алла разы болсын. жарығы сенің күшік терезеңе бір көрсем де өзіңді іздеп сені келдім мен сенде шықшы түсінші қателікті кешіріп көрінбейсің сен неге қалдым бәлде кешегі барамыз суып ақ ұлпадай ай жаңа туып жаңбырлы түн болғалы тұр кәне шықшы бірге жолу алайықшы кірлеген көңілді бір сырласып сен шықшы кездесуге маған өзің үшін келдім магнитоланы. Мына жерге мейлі мына үстіне шыға салайық. Керемет. Сөз жоқ. Әше керемет. Мына қарап тұрып күш жинайды екенсің, энергия. В общем, шетпеден бейнеуге дейін жолда осындай бір нәрсеге тап болдық. Алдындағы либо засухадан, либо қасқырлар бір нәрселер жеп қойды. Кеттік. Сосын бір үлкен ойық көріп қалдық. Ондай ойықты өмірімізде көрген жоқпыз. Сол жерге барып көрсететін боламыз. Йо-май. Баке, ассаляму алейкум. Баке, Йо-май. Мына вообще керемет. Керемет жер. Ана адам білмейтін жер. Құрметті достар, біздер Бейнеуға кіре жатырмыз. Бейнеуді жаңағыдай тастар, ақ тастар шығарады екен производство. Мына осындай вагондарға ақ тас дейді. Соны на всякий случай Жаңаөзен нанын ала салдық. Жігіттерге беретін шығармыз. Барып көреміз. Тандырдан күш көп болсын деген сияқты. Ассалаумалейкум жігіттер. Қалайсыздар, жақсыздар ба? Сіздерге нан. Күнде қанша вагон жасайсыздар жігіттер?
Бір вагон ба күніне? 3 вагон. Бір вагонға қанша тас сияды? Бір вагонға ау 3400 тас сияды екен. Осы Бейнеу біздің Бейнеу ауданымызда осындай ақ тастарды шығарады, және де ақ тастарды өйсті вагондаға салады да, сол вагоннан пойттан алып кетеді ары қарай. Қайсы мен де мына жерде лақтырып жіберейінші. Опа! Бисмилля. Жоқ. Бізде көрейік ауылдың жұмысын жасап. Жоқ, біз қазір келе жатырмыз тек жаңа өзеннен. Жалпы туған жеріміз Атырау, бірақ та Астанада жүрміз жалпы. Просто жасап көрейін ба? Көрейік. Бейнеуде сосын не? Шұбат жақсы дейді. Арт көрініп тұр ғой да? Құрметті достар, біздер Бейнеуге де жеттік. Бізді күтіп алған Бауыржан, рахмет. Бауыржан бізді, уағалейкум ассалам, Бауыржан бізді Инстаграмнан көріп, өзі хабарласып, Бейнеуге қашан деп жазып, осыдан 2 күн бұрын күтіп алды. Алла разы болсын. Ұзақ күттім. Бүгін айтпақшы, Бауыржанның үйінде қонақта боламыз. Міндетті түрде. Алла қаласа. Все. Қош келдіңіздер. Рахмет. Шыны керек, мен енді қайдан көрдім, қалай көрдім, барлығын енді таргеттейтін нәрсе көрсетеді ғой, барлығында қанша деген реклама бар. Сол арқылы көргем, қуаныштымыз. Жақсы, керемет. Алла разы болсын. Ауа райымен сіздерді қарсы алып жатырмын. Сондай ашық адам өзі хабарласып бізге екінің бірі үйтіп хабарласа бермейді ғой. Рахмет. Қазан ба? Қазан деп аталады. Оның енді жалпы үлкен мағынасы, енді жаспыз ғой, енді көп біле бермейміз, бірақ енді сұрастыра келе жалпы маған естігенім бойынша өзімнің 300-дің басын қосқан қазан. Ортасында керемет қазан, ал жанында тұрған 300-дің басы. Бірліктің белгісі. Бірліктің белгісі. 300 бірлікте болсын деген мағынада құрылған керемет. Соны ютубтан шығарамыз деді. Гүлдер әлеміне қош келдік. Рахмет. Ал, бісмілләхи. Керемет гүлдерді, керемет букеттерді осы жерден қал деген ішінде болмақ. Клиенттер қалай, көп па? Жалпы Бейнеуде адам көп қой қазір. Конкуренттер көп па сізде? Конкуренттер болғанда примерно 5-6 адамның жобасында бар енді жасап жатқан. Бұл жерде Бауыржаннан сұрап жатырмын да, Азиза дейтін конструктивный критика қалай қарайды деп. Мысалы, любой бизнестің өзінің минустары болады. Сол минустерді біле отырып, сол минуспен жұмыс жасасақ, плюске айналдырсақ, сонда ғана бизнес көркейе бастайды да. Сондықтан сұрағаным ғой, ренжіп қалмай ма, егерде бір-екі нәрселер айтсам дегенде сияқты. Ренжімейсіз ғой, иә? Мысалы, мына жерде жаңа клиент келді ғой, топ продажа жасау керек та. Сіздің основной товарыңыз ол гүл ғой, түсінікті, но дополнительный продажамен көпте ақша көтеруге болады. Тот же самый, жаңағы, қалай айтты, открытка, шляпа, не деп жатсыз, мынау деп жатсыз, сосын Рафаэла. Ренжіменсіз, мен жаңа кіріп кеттім клиенттердің арасына, сату мақсатында да, сатқым келді. Мына әйел адам алғысы келді, сосын жігітке кішкентай, анан кимеймін ғой деді да, шляпаны. Но ана қызықты жерінде, сосын мына шоколад дедім да, жігіт уже шоколадты алайын деп тұрды негізінде күйеуі. Әйел тіпті жақсы магазиннен көре саламыз, ақшалай. Просто тағы да бір-екі сөз айтып жіберсе, уже шоколадты алуға болатын еді да, а шоколадтан уже пайда болады да, тоже дополнительный деген сияқты. Бұл просто не ғой, обратная связь ғой, кері байланыс. Біздер қонаққа келіп қалып жатырмыз Бейнеуге. Сан көріп, осы әдемі көріністі түсіріп алайық деп. Мынау баклажан тұрып отырсыз ба? Баклажан. Бұны малға ма, әлі қалай? Малға жоқ, малға болмаса біз қырықтап қоямыз. Ал бұны сосын кептіресіз, е? Кептіреміз. Сосын пайдалануға болады. Жуы жоқ, қайнаған соң жоқ. Кәдімгі сұйық майға жақсап қуырып.
Мә, күшті андай не жасайсыз да? Салатқа неге қосасың? Салатқа. Картошкамен Нанмен жағып, иә? Киелі жер атаның жері, енді бұл жер деген анау мынау жер емес, дұрыс жер. Көп адам бұл жерге келе алмайды. Бейнеудің халқы жақсы. Енді көптеген оралмандар бар, көшіп келіп жатқан бұл жерге. Негізі бұрынғыдан көп жақсы. Қазір асфальттар салынды. Есіміз кім болады, апай? Зина. Зина апайымыз бізге қауын сыйлап жатыр. Көрші апамыз қоймай, бізге де банан мен күшті абрикостар берді. Алла разы болсын сізге. Рахмет көп-көп. Кел, келіңіз. Кел, давай. Бейнеу ауылында үлкен керемет супермаркет бар екен, Сәлем супермаркет. Бұның бір ерекшелігі, бұл супермаркетта прям приложение арқылы доставка заказ беріп, үйге дейін доставка жасауға болады екен. Сәлеметсіз ба? Біздің енді осы жердегі апайымыз, осы кісіге сұрақтарыңызды қоя берсеңіз болады. Сәлеметсіз. Сіздің есіміңіз? Иә, рахмет. Есіміңіз кім болады? Есімім Дариға. бір апта болды. Бір апта болды ма? Бір апта болды, иә. Несіне де жалпы ашылғанымызға 1 жыл болды ғой. Онлайн доставкамыз қосылғанына 1 апта болды. Құтты болсын, құттықтаймын. Жақсы. Қалай доставка? Күніне қанша доставка болады? Халық үйренді ма доставкаға? Үйреніп жатыр. Жаман емес, жақсы. Күніне қанша доставка болады? Енді әртүрлі, әрқалай оператор. Примерно, шамамен. Примерно 20-30 болып тұр. 20-30 күніне? Керемет. Керемет. 1 апта бұрын ашылды, күніне 20-30 доставка. Жақсы результаттар. В среднем бағамен, мысалы, от до заказ қандай болады? Мысалы, там 1000 теңгемен 10 000 теңгенің арасында ма, или 1000 теңгемен 20 000 арасында? Бізде 160 мыңға дейін болған бір күндік табыс. Онлайнның өзінде. Онлайн тек қана доставканы. Тек инстаграмда. Мына келіп кеткен кісілерге былай айтылып отырмай ма? Доставкамыз бар дегендей сияқты. Пока оны енді қазір визитті шығарудың несін ойлап жатырмыз, келген адамдарға таратуды. Онлайн осындай қосымша біздің неміз бар екенін, ол әлі неде? Разработка дей ма? Или былай істеуге болады, мысалы, ол разработканың QR-коды бар ғой, да? QR-кодты распечатать етіп, ана жерге келіп қойсаңыз, каждый келген клиентке, ал бізде доставка бар, осы жерден сотканы шығарып, QR-мен сразу скачать етуге, кассирлерге сондай бір жұмыс, каждый клиентке сондай айту мақсаты болу керек деген сияқты. Және де енді мындай технический жағына сұрақ қойғым келіп тұр да. Именно мобильный приложениені құрастырғанда қиындық болған жоқ па? И қаншама программист болды оны жасауға? Оны жасауға негізі көптеген уақыт кетті. Бізде реттеулер жүргізу керек болды, іштегі базаның жүйелі базаны енгізу керек болды, әлде реттеліп жатыр. Енді біз реттеп келдік, жарты жылды уақыт. Бірақ біз оның негізгі мақсаттарын іске қосқаннан кейін байқап жатырмыз да. Іске қосқаннан кейін байқалып жатыр. Бұлай барлығы өте керемет. Кейбір ошибкалар болады енді, бірақ тез реттейміз біз. Ал енді мындай, если не секретный сұрақ дейді ғой, сол приложениені жасау үшін қанша қаражат кетті? Қорықпаңыз, сізде конкурент жоқ, точно, Батыс Қазақстанда. Миллион жобасы. Керемет. Құрметті достар, миллионның жобасында бұл дейтін совсем аз ақша, миллион жобасында бұндай программаны бүкіл мұндай үлкен системаға, үлкен жүйеге қосу. Құлақтарыңызға алтын сырға, мұны алтын жігіттер, которые сол нәрсені ойлап тапқан. Бейнеу қаласына келдік, енді Бейнеуден бұйырса біздер
Қосарыға барамыз. Қосары күтіңіздер.